Маған біреу жаңа жазды да, ютубер болғысы келеді екен, енді бастап жатырмын дейді. Бастап қойдым, бірақ подписчиктерім аз, просмотрларым өте жоқ десек те болады дейді. Соған мен не істесем болады дейді. Контент жасауыма 3 күн бойы контент жасаймын дейді. Және оны бір күн бойы бір жарым, 2 күн бойы монтаждайды. 5 күнде бір контент шығарам, аптасына бір-ақ видео салам дейді. Сосын мен оның видеосын көрдім. Видеосын көрген кезде ойладым ғой, енді 3 күн контент жинайды, сценарий жазады, 2 күн монтаждайды деген ойлағам, енді керемет, дерзко бір ерекше видео шығарады деп ойладым. Енді сөйтсем қарапайым видеолар. Себебі мен оған айттым, неге қысқа уақытта қызықты контент жасамайсың деп сұрақ қойдым. Ой, бізде уақыт жоқ, және андай, және мынандай деп көптеген нәрселер айттым. Ананың курсын оқыдым, мынаның курсын оқыдым, пайда бермеді, үйтті, бүйтті. Енді мен айттым сол кезде, егер сенің өзі басқа салада жұмыс жасайды, уақыты өте аз екен, сөйтіп күнімді бөліп, уақытымды бөліп істеп отқан нәрсем дейді. Енді мен айтқым келетін нәрсе, ондай кісілерге айтатыным, жалпы көптеген сондай адамдарға айтатыным, сіздер қысқа уақытта қызықты контент жасауға талпыныңыздар. Егер сіздер жаңадан бастап жатсаңыздар, себебі сіздің подписчигіңіз жоқ, сіздің көрермендеріңіз жоқ, сіздің просмотрыңыз жоқ, немесе аз болуы мүмкін, ондай кезде сіздер көп уақытты бөлмейсіздер. Себебі жағдайларыңыз келмейді оған. Себебі бұл ақша төленіп отқан жоқ саған. Егер ертең сіздер көптеген просмотр жинап бастайсыздар, көптеген подписчиктер жинап бастағаннан кейін көп уақыт бөлесіздер. Видеоны идеальный қылып шығаруға тырысасыздар. Ол нормально, сапалы қылып шығаруға тырысасыздар. Сол кезде сіздер жасайсыздар. А то қазір сіздер саласыздар, просмотр жинамаса сіздер тоқтап қаласыздар да. Сол үшін де сіздер қызықты контентті қысқа уақытта жасауға тырысыңыздар. Максимум сіздер бір күн кетпесін оған. Күніге біреуін шығару керексіздер да. Қалған сәтте басқа жұмыстарыңызбен айналысыңыздар, негізгі жұмыстарыңызбен. Сол үшін де жаңағыдай уақытын бөліп, бәрі затты сырт тастап, жаңағыдай болатын еді ғой бұрында, жұмысын тастап кетіп, жұмысынан шығып кетіп дегенде. Ондай нәрсе жасамаңыздар. Себебі YouTube ол өтетін нәрсе емес. YouTube сіздің жұмысыңызға, қазіргі істеп жатқан салаңызға, істеп жатқан мамандығыңызға, жұмысыңызға кедергі келтірмеу керек. Қандай жұмыс болса да. Мейлі базарда грузчик болыңыз, немесе стройкада жұмыс жасаңыз, оған кедергі жасамау керек. YouTube сіздердің 5 күн уақыттарыңызды алмау керек. YouTube ол кезде сіздердің максимум 3-4 сағаттарыңызды алу керек күніге, 2 сағаттарыңызды алу керек күніге. Сол кезде сіздер ютубер боласыздар. Себебі YouTubeқа көптеген видеолар керек. Сіздер аптасына бір рет видео шығарасыздар, 5 күн жібересіздер, просмотр болмай қалады, ичо. Бірақ бастапқы уақытта канал ашқан кезде күніге біреуден салып отыру керек. Қандай сала, қандай ниша болсын, сіздер соны табыңыздар. Мысалы, мен күніге 5, қазір 8 канал, 10 каналдың арасында жүргізіп жатырмын. Соның 8 каналы монетизацияда тұр. Қалған 2-і монетизацияда емес, енді қосылады олар. Енді жетіп жатыр. Жалпы айтқанда 10 каналмен жұмыс жасау. Сен 10 каналдың қайсысын сен бағасың видеомен, былай айтқанда. Если что, клиенттер келеді ертең саған алдағы уақытта, мен каналымды жүргізіп берші. Сен ол кезде қай уақытында аласың сен? Бір каналға, бір видеоға 5 күн арнасаң сен. Бір видеоға 5 күн. Енді есептеп қара, 30 күнде 6 видео жасайсың. Сенің конкуренттерің 30 күнде 25 видео жасайды. Тура сен сияқтылар. Қызық қылып жасайды. Нәтижесінде сен қалып қоясың, просмотр азаяды. Міне көргендеріңіздей сіздер өздеріңіз ойланып көріңіздер да. Мәселе сенің көрерменге, сенің видеоны қарайтындарға оған бәрібір. Сен оны 10 күн жасайсың ба, 10 жыл жасайсың ба ол видеоға. Бір қарайды, дейді, өткізе салады болды. Алдынан шығып тұрса ол видео сенің, рекке шығып, оған барып тұрса, дейді, өткізе салады. Міне, осы ма сендерге керектер? Жоқ. Сіздерге неше түрлі варианттарды жасап, неше түрлі видеоларды жасап, тоқтамай, қимылдап, еңбек ету керек сізге. Момент табу керек солай. Мен өз басым, мен соны жасадым. Монетизацияны қостым бір айдың ішінде, біраз. 4 канал, 5 канал, мен ұмытып қалдым уже. 4 каналға, 5 каналға уже монетизацияны қостым мен. Мен де бұрын сіздер сияқты жүрдім. Ой, идеал, мына жер андай болу керек, ана жер андай болу керек. Просто сіздер видео жасайтын завод болсаңыздаршы болды. Ал сапа жағын жасайсыздар енді. Дата сапа быт шыққан, құрып кеткен нәрсе емес енді. Мен қызықты қылып жасау керексіздер.
Қызықты деген сөз обязательно сапалы болу деген сөз емес. Шамаңыз келгенше сапаны жасаңыз. Идеал қылмай ақ қойыңыздар. Идеал қыламын, идеал қылсаңыздар вообще күшті ғой, әрине. Сол қысқа уақытта идеал жасай алатын болсаңыз, онда вообще керемет. Обязательно сапа, идеал керек. Но ол потом, когда ол ақша әкеледі, камера аласыздар, әдемі сөйлеп, кәдімгі дикцияның курстарына қатысыңыздар, сөйлеу мәнерін деп отырсаңыздар, оның барлығы жаман дауыс, жаман дыбыстар, камераның нашарлығы, ол адамның көрермендерді азайтады, сөз жоқ. Но қызықты болмаса, көрермендер вообще көрмейді. Сенің қандай сапалы қылай бер, қызықты болмаса видеоң, оны көрмейді. Негізгі басты мақсат сенің видеоң қызықты болу керек. Соны біз естен шығармау керек. Ал қызықты болу үшін оған көп уақыт бөлу керек, оны сапалы қылу керек, оған камера алу керек, оған жарық қою керек, Америкада, Дубайда отыру керек, керемет квартирада отыру керек деген сөз емес. Қызықты адам өзінің түрінде түсірмей ақ жасайды. Қызықты видеоны адам сөйлемей ақ түсіреді. Көп. Мен айтып отырмаймын, ананы істе, мынаны істе, өйтпейді демеймін. Интернетке, яғни ютубқа кіріңдер, нишаны іздеңіздер, фильтрға қойыңыздар да, просмотрға қарап, және көп просмотр, соңғы айдағы көп жинаған просмотрларды іздеп көріңіздер, сол жерден табылады. Американский ютубқа, қазақша ма, орысша ма, қай тілде жасайсыздар, бәрінде бір. Адамдардың барлығы бір. Сол жерде, бірақ енді ол американский ютубта көп ақша төлейді, 7-8 есе ақша төлейді, және бірнеше есе адамдар көп просмотр қарайды, негативтер аз ол жақта. Өздеріңіз білесіздер жалпы, бірақ негіз бір бәрінде. Міне көргендеріңіздей, сіздерде мәселен қиындатпаңыздар. Мен айтып кеткен нәрсе, қиын қылып, проблема қылып, сөз беремін, ол сіздер тастап қоясыздар. Қиын болса, адамдар қай кезде жұмысты жалғастырып жасайды, потому что ол жұмыс оған оңай болып келсе. Қиын болса, ол тастап қояды, тастап жібере салады, жалғаспайды ол. Ол заңдылық өмірдің. Сол үшін де сіздер істеп жатқан нәрселеріңізді қиындатпаңыздар, оңайлатыңыздар, оңай жолдарын іздеңіздер, оңай істеңіздер. Мына роликті жасадыңыздар ма, келесіде одан да қысқа уақытта қызықты видео жасап үйреніңіздер. Прогресс болсын, алдыға жылжып жатқан. Міне дәл сондай контент жасаудың жолын мен өзімнің курсымда астында сілтемеге кіріп көрсеңіздер болады, сол жерде бәрін айттым, подробно. Ол жерде тек басынан бастап, канал ашқаннан бастап, Каспиге ақша түскенге дейін жолды аралықты барлығын көрсетіп қойдым. Подробно текст істеп қайталап шықсаңыздар болды. Сіздер де сондай ютубта табысты болып, Каспиге, мүмкін басқа банктеріңізді, счеттарыңызды жалғап, ақша шығаратын боласыздар. Ютубта қазір бәрі оңай, естеріңізде болсын, қиындатпаңыздар. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.